болды. Осы 6 жылдың ішінде 12 кило тастаттым. Жоқ, өте қиын ғой. Әйелді түсіну өте қиын. Бақыт қалай сендіріп білмеймін қалай формасы ұстап жүрген. Мысалға қиын. Қалай түсінесің? Әйеліміз екеуміз көшеде қол ұстасып келе жатыр. Ол Төлегеннің қасындағы қышыдеп құсап, мен милицияның қасындағы зеп құсап екеуміз келе жатырмыз. Алдымызда люк ашық тұр да, домалақшы люк. Өзінен өзі Дидар люкті жапшы дейді. Нердің деді. Есің дұрыс па, айналып өте салайық деді. Әр көңіл бөлмейсің дейді. Люкке болады. Бопты жаба салайшы деді. Көтеріп әкеп жаптым. Сөйтсем өлі дейді, ішінде жұмысшыларға шығар ашшы дейді. Нердің дейді жаңа. Боп, аша салайшы деп аштым. Дауыстар шығып жатыр ма дейді. Жоқ, онда жаба сал дейді. Жоқ, үйден шығып кетіп баратыр да, сосын сұрай салдым. Байға деді. Сөйтсем бүйтеді. Итке тамақ алуға баратыр. Айта бер, не жейсің деп кетіп баратыр. Кешен алдымен жаман қырылдық екенбіз. Өлі быт-шыт болды. Бірақ ол жерде кінә өзімнен сразу айтайын. Аузымнан шығып кетті, қайда білейін, екеуміз құшақтасып, ужас кино көріп жатқанбыз. Ішінен жалмауыз келіп бір алып шықты да, әйелім мама дейді, шешеңден тандың ба деді. Қырғын болмасын ғой, өлі быт-шыт болды. Бір есім жейсам қолда жатырмын. Сондай болады, бала-шаға жабылып. Сондай мүмкін еді, әйелдер бала-шағаны бізге қарсы болып қояды ғой бұлар. Бала-шағаны әйелдер бізге қарсы қояды. Өткенде туған күні болған, ертеңіне балам жүгіріп жүрді, кеше папам туған күні болды, көп ақша түсті, ертең мамаға шуба сатып аламыз дейді. Туған күні менікі де сонымен қырғыз басында жұмысқа кеттім. Сөйтіп кешке жұмыстан келсем, маған подарка дайындап қойды, мен кешігін сұрағаны ғой деймін. Қандай деп сұрасаңыздаршы? Енем отырды үйде. Сындап, амандастым. Мама жолда бір түрлісіз ба, ауырып тұрсыз ба дедім, сөйтіп армандапсың дедім. Сөйтсем туған күні де қайырды білейін, әйелім үшін шықпады, Ишак туған күні ғой деді. Кім Ишак? Деген жоқ, мына дедім. Сол туған күніңіз құтты болсын. Көңіліңіз ағарсын, ниетіңіз ағарсын, шашыңыз ағарсын деп жүрдіңіз. Сол подарка берейінші дедім, айтыңыз дедім. Не керек сізге дедім. Өзім біл дедім. Торт әкеп бердім. Соған да қырғыз болды. Торт әкеп бердім, жақпадым. Екеуі жабылып қан қылды мені. Менің қандай күнім бар? Торт сатып алдым да, тортта енемнің туылған жылын жаздым. Қасына бүгінгі жылы жаздым. Ортасына сызықша қоя саламын ғой. Соған қырғыз болды. Торт жақпады, ұнамады. Тортты өзім жедім. Жегенде жеген жоқпын. Бетімнен жаладым. Сөйтіп болмады. Тағы да айта беріңіз деді. Басқа не алып берейін деп. Өзің айтсайшы деді. Бүтін бір нәрсе алып берейін ба, жоқ майда-майда көп нәрсе алып берейін ба деген. Қараңғы көп нәрсе әкел, көп болсын деді. Өзі айтты ғой, үй жерде тағы қылыс болды. Менде қандай күні бар, балаға шықта бір стаңа семечка деп бердім. Сондай дүние жалпы әзіл ғой. Анау қатын, әйелмен гаишниктің айырмашылығы жоқ. Әйел гаишник екеуі бірдей сұрақпен қаныршет ақшаны сыпырып алады, түбінде өзіңді кінәлі болады. Гаишникті ренжімесін жоқ па араларыңызда? Бар дейді? Кәні? Іштен етпейді бе? Анилы дайды дейді. Бір гаишник ағамыз пенсияға шығып отыр дейді. Сөйтсе достар айтады, үйде қаншалық халықтың ақшасын жедің. Давай енді сен халық ақша беріп кетсең пенсияға шығып жатсың ғой деп. Гаишник ағамыз айтады дейді. В общем, көшеге шығамын, ешқандай правиланы бұзбай керек машинеге бірінші пенсияны бере салам от души деп. Прикинь, гаишник адамға ақша берейін деп отыр. Көшеде тұр дейді, алла даярлайын отыр. Машиненің бәрі правиланы бұзып жатыр дейді. 40-60 ремень тағылмаған перегруз, авария болып отыр дейді. Көкіміз мәз болып тұр дейді. Ақша өзінде қалатын болды ғой, халық бәрі ақымақ деп. Сөйтсем жауабы бір шоуға келе жатыр дейді, ешқандай правиланы бұзбаған, 40-пен жүретін 40-пен ремень тағылмаған перегруз жоқ, қызылға тоқтап, сарыға дайындалып, жасылға жүріп әдетіге келе жатыр дейді. Тоқтатады ғой гаишник ағамыз, дәл жоқ, тоқтады. Ішінен мен сияқты жігіт түсіп тұра, жас жігіт. Көке не болды? Ешқандай правиланы бұзған жоқ, нормально, не тоқтатасың деп. Сол гаишник ағамыз айтады, молодец, ешқандай правиланы бұзған жоқсың, өкінішке орай. Сол үшін саған бірінші пенсияны беремін, ризамын деп. Сонша жігіт айтады дейді, өлі айтады, рахмет, жақсы болды ғой, права сатып алатын болдым ғой деп. Өлі сен праваң жоқ па деп, сөйтсе қасындағы есіктен әйел түсіп келе жатыр дейді, аға қойыңызшы, бұл Ишак ішіп алып еді жаңағы. Оттай береді ғой, сен ішіп аласың ба деп. Сөйтсе артында кезінде бір кемпір түсіп келе жатыр дейді, қараңғы ағалар ұрланған машина айдамай қойып жатыр ғой. Өлі машина ұрланған ба десе, багажник тоқылдайды, ашып қалса ішінде біреу жатыр дейді, көке границадан өттік қой деп. Тамаша, әзіл ғой, сосын анау, үйленіңдер, бас екі болмай, манеке болмайды, үйленіңдер. Анужанға айтам, үйленгендерде біраз жыл болды ғой, бір қыз үйленіпті. Сөйтсе ертесіне мамасы сұрап жатыр дейді, өзінің қыздың мамасы.
Қызым үйлендім ғой енді. Күйеуім қандай жақсы адам ба, қандай деп. Сөйтсе қыз айтады дейді, күйеуім тура күн сияқты деп. Мамасы мәз болып қалды. Сонда жарқырап жүре ма десе, жоқ ей, кешке кетіп азанда келеді. Кім ғой сонда? Күн сияқты еркектер бола берсін. Тағы бір тілек кезегін